Қымбатты достар, міне қазір Қазақстанда мынандай керемет трансформер бесіктер шығарылып жатыр. Бұл Қазақстанда қазір бренд болып жатыр. Қараңыздаршы, қандай ыңғайлы. Қажет емес кезде осылай сөмкеге салып арнаулы үйдің ішіне шифонерге, кез келген жерге қоя саласыз, ешқандай орын алмай. Және оны қораға шығарудың, үйдің шатырына шығарудың, шаң күйінде қалдырудың қажеті жоқ. Ыңғайлап жинап, сөмкесіне салып, кез келген жерге үйге қойып қоясыз. Есік шаңда болмайды, су да тимейді, тап-таза күйінде тұрады. Құрастыруы өте жеңіл. Бұны шығарған Тараз қаласында Пернебек Ахметов деген мықты шебер ағамыздың қолынан шығып жатыр бұл бесіктер қазір. Сол кісінің жеке авторлық туындысы. Қазір бұл шетелдерге дейін кетіп жатыр, Москваға, Египетке, жан-жаққа. Бұны уже Америкада да барлық жерге бұл бесік уже тарап жатыр. Қазір анау памперстің зиян екенін, оның сіздің бюджетіңізге де көп зияны тиеді. Қайта-қайта ақша шығындаудың да қажеті жоқ. Памперске бесікке салған бала таза болады, әрі қалтаңызға да үнемді. Енді бесіктің пайдасын айтып жатудың қажеті жоқ, өйткені барлық қазақ біледі қаншалықты бесіктің пайдалы екендігін. Ал енді мына бесік қазіргі біздің заманымызға ыңғайланып, жиналмалы шығарылған. Тіпті қонаққа бір жаққа барғанда да бала бесікке үйренген болса, осылай жинап алып, машинаңызға салып, алып жүре бересіз кез келген уақытта. Өте тамаша бесік. Бұл табиғи материалдан жасалған. Ешқандай жаңағы лак, краска сияқты балаға зиянды иіс жоқ. Бұл бесікте таза кәдімгі балауыз жағылған сыртына. Ана суға тигенде сапалы болу үшін балауыз ертіліп, сол балауыз жағылған. Мінекей. Иісі жоқ ақ краскамен боялған ақ түрі де бар бесіктің, ақ бесік. Ал енді қайтадан жинап көрсетейік. Осылайша тез-тез жинап аласыз. Сапасы да өте керемет, мықты, салмағы 7,5 килограмм болады. Тербетуге де өте ыңғайлы. Өте қандай тамаша бесік, өте керемет. Бағасы 35 мың теңге тұрады. Заказ берулеріңізге болады. Сыйлыққа, жаңа туған бөпеге, немерелеріңізге алуға болады. Ақшасына тұрарлық керемет бесік. Мінекей өстіп, сөмкесіне саласыз да, алып жүре бересіз. Хабарласыңыздар.